Армысыздар құрметті JEM арнасының қадірлі көрермендері. Бүгін бізде өте пайдалы шығарылым. Бүгін біз ұлттық құндылықтар жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ендеше біз бастаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлттық құндылықтар бұл халқымыздың ғасырлар бойы сақталып келе жатқан рухани мұрасы. Оған ата-бабадан жеткен мәдениетіміз, салт-дәстүріміз, тарихымыз, ұлттық ойындарымыз және де өнеріміз жатады. Осындай асыл құндылықтардың бірі қазақтың ұлттық ойыны асық ату ойыны. Асық қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойын көбіне кең далада, аулада немесе арнайы текшеде ойналады. Ойынға қойдың асығы пайдаланады. Ал ату үшін ауырлау ірі асық саққа қолданады. Асық ойыны балаларды мергендікке, ептілікке және де шапшаңдылыққа баулиды. Оның тарихы мен ойын түрлерін келесі видеороликтен таныса аламыз. Бейнероликтен көргендеріңізде асық ойынының түрлері де ойналатын ойындары да сан алуан. Асық ойынының күндізгісі мергендікке, түнгісі ептілікке баулиды. Қой асығы демеңіз қылға жақсы аса қатыд, жасы кіші демеңіз ақылы аса ағатыд демекші, бүгінгі шығарылым өз соңына жетті. Біз үшін асық жай ғана жәдігер емес, ол ұлттық болмысымыздың ұлттық жеңісіне ұмтылған ұлттық мұрамыздың бірі. Егер біздің асығымыз алшысынан түссе, ұлтымыздың мерейі биіктен көрінері хақ. Назарларыңызға рахмет, осымен шығарылымымыз аяқталды.